Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, достарыңызбен бөлісіп, видеоларыма лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен осындай қазіргі заманда хит болып жүрген осылай тарымен жасалатын чизкейктің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен осындай қуырылған тарын алып, жақсылап тұрып жуып аламын. Және де осындай қайнататын ыдысыма саламын. Сіздер кішілеу ыдыстарыңыз, бақыраштарыңыз болса, соған салсаңыздар болады. Мен өзіме осы ыдыс өте ыңғайлы болған соң осы ыдысты пайдаландым. Осы тарыны жуып алған тарымның үстіне сүтімді құйып, және де қантымды салып, қазір отқа қоятын боламын. Отқа қойып, қайнағаннан кейін астын басып, жай отта бұқтырып отырып пісіремін. Қақпағын жауып, жай отта кәдімгі тары әбден піскенше пісіретін боламын. Тарының пісуі, дұрыстап тұрып пісуі өте маңызды. Сондықтан тарыны жақсылап тұрып пісіріп алыңыздар. Жай отқа қойғаннан кейін қақпағын жауып, бір қайнап алғаннан кейін баяу отқа қойып, жай ғана бүлкілдеп тұратын отта қақпағын жауып, әбден тарыны пісіріп алыңыздар. Міне мен қазір енді чизкейктің құрамын дайындаймын. Менде осындай весовой креметті 500 грамм творожный сырды салдым. Сіздер кез келген өздеріңіз ұнайтын творожный сырды пайдалансаңыздар болады. Және осының үстіне мен сахарный пудрамды салдым, және де жұмыртқаларымды салдым. Отыз проценті кез келген өзіңізге ұнайтын сливки де қолданасыздар. Сливкилерімізді құямыз үстіне. Және де сүт құямын. Сүт құймаса кішкене кібіртіктеу сухойлау болады. Сондықтан сол себепті мен сүтте қосып пайдаланамын. Сүтті құйып, және де ұнымды салып азғантай ғана осыны жақсылап тұрып қазір араластыратын боламын. Мына жерде менің тарым пісті уже. Мені қараңыздар, әбден піскен. Сондықтан қазір тегістеп бетін жауып, астындағы отын сөндіріп, қақпақты жауып, пока массым дайын болғанға дейін мен бұл тарыны қақпағын жауып бұқтыра тұратын боламын. Міне менің массым бірден шашырап кетпеу үшін осылай кішкене миксермен құттай осылай басып араластырып алдым. Және де миксерді жай скоростьта қойып миксерлеп бастаймын. Массым қазір сұйылады. Сұйықтай одан қорықпаңыздар, қазір піскен кезде қойылатын болады. Сондықтан міне осындай массым шықты. Енді осыған жаңа пісіп тұрған тарымызды келіп саламыз. Міне мен осындай 20 диаметрлік формада пергаментпен қаптап дайындап алдым ыдысымды. Енді қазір тарымды осы массымның үстіне саламын. Бәрін сол күйінде салып, қазір жақсылап тұрып араластырып аламын. Тарының пісіп тұрғаны маңызды деп айту себебім, тары піспеген болса, қазір түбіне шөгіп қалатын болады. Сондықтан тары піссе, ол тұрақты араласып, массымен толықтай пісетін болады. Міне осылай араласқан тарымды, яғни массымды чизкейгімнің формама құйдым, және формамды 200 градуста 45 минут пісіріп аламын. Міне көтеріліп пісіп жатыр. Міне менің 45 минут өтті, пісті. Міне осылай бүлкілдеп тұрады, сұйық болып, бірақ одан қорықпаңыздар. Шыққан соң, суыған соң ол қойылатын болады. Міне менің чизкейкім пісіп шықты. Қазір мен формасын аламын. Әбден суығанша негізі қозғамағандарыңыз абзал. Мен бірақ кішкене асығыстау болған соң осылай ашып тастадым. Жылылай кішкене. Міне осылай ашып, қазір кесіп, сіздер үшін кесіп көрсететін боламын. Иісі енді керемет бұрқып тұр. Тарының кәдімгі күшті иіс шығып тұр. Оны енді сіздерге жеткізе алмаймын бұл видеомен. Өздеріңіз пісіріп көріңіздер, көресіздер. Міне менің чизкейкімнің арасы міне тарымен өте әдемі болып шықты. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.